Қаржы қағидалары кітабынан. Үнемдеу өнері. Үнемдеу дұрыс па? Үндемей-ақ арқаны кеңге салып өмір сүрмейміз бе? Бұл өзіңді шектеу емес пе? Бір нәрсені анық білем. Үнемдеу қаржылық әдет. Қаржылық қауіпсіздікке жеткізіп, жиған байлығыңды сақтап қалуға көмектесетін жақсы әдет. Бірақ не үшін кейбір адамдар бұл сөзді ұнатпайды? Не үшін үнемде десе төбе шашы тік тұрады? Үнемдеудің антонимі ақшаны шашу. Мысалы, қажет болмаса да зат сатып ала беру. Қанша теңге керек? Оны не істейсің деген сұраққа ананы сатып алам, мынаған жұмсаймын деп жауап берсең, ақша деген сөзді естігенде ойыңа бірден бір нәрсе сатып алу келсе, сен тұтынушысың. Тапқаныңды жұмсай бергің келеді. Ал өзің тұтынушы емес, инвестор сезінетін адам ақша деген сөзді естігенде оны жұмсай салуды емес, сақтап көбейтуді ойлайды. Тұтынушылық та әдет, бірақ жаман әдет. Себебі түбі сені қарызға батырады. Қаржылық тәуелсіздігіңді шектейді, ақшаның құлы қылады. Үнемдеу қажет емес кезде ақша жұмсамау. Қажет пен қалаудың ара жігін ажырату мәселесі ғой. Мысалы, қарным ашты дейік. Түскі асты қай жерден ішемін? Жанымда бір ресторан бар, орташа чек 3500 теңге. Одан бөлек бір кафе бар, орташа чек 2000 теңге. Ресторанды қалтам көтереді, нәпсім қалап тұр. Енді қалау мен қажет тұрғысынан қарап көрейік. Менің қажетім қарнымды тойдыру, ал ресторан қалауым қажетім емес. Демек, қалауымды шетке ысырып, қажетімді өтесем, үнемдеген болам. Қажет емес кезде ақша жұмсамадым. Қалағаныңша өмір сүр, өзіңді өйтіп шектеме. Ресторанда тамақтанғың келсе, тамақтан дейтін шығарсың. Біріншіден, біз қалағанын істей беретін хайуан емеспіз ғой. Құранда нәпсі қалауын құдай етіп алғандар деген сөз бар. Қалағаныңды істей беру де әдет. Бұл әдет түбі сені жақсылыққа жеткізе ме, жамандыққа жеткізе ме? Екіншіден, сен үнемдеуді шектеу ретінде көріп тұрсың. Неге? Себебі сен ақшаңды шашқың келеді. Қолыңдағы ақшаңнан тезірек арылғың келеді. Ал мен үнемдеуден ләззат аламын. Нағыз еркіндік осы. Себебі мен өзімді нәпсі қалауымды басқара алам. Ал сен өз қалауыңның құлысың. Үнемдеу қай кезде өзіңді қинауға айналады. Не үшін үнемдеп жатқаныңды білмесең, үнемдеудің мәнін түсінбесең, өзіңді тұншықтырғандай боласың. Үнемдеу үшін ғана үнемдесең, түбі бұл іс сені қажытып жібереді де бәрін тастай саласың. Үнемдеу қаржылық қауіпсіздікке жеткізіп, жиған байлығыңды сақтап қалуға көмектесетін жақсы әдет дедік. Қаржылық мақсаттарың болғанда, соған жетуді шын қалағанда ғана үнемдеу мәнді іске айналады. Қаржылық мақсаттар жайлы жазайын. Қарызың болса, ең бірінші қаржылық мақсатың содан құтылу. Бұл жағдайда үнемдеу тіпті өзекті болмақ. Ресторан, кафені былай қойып, сен енді қарасу қарананмен шектелетін боласың. Жаңа киім дегенді ұмыта тұрасың. Сөйтіп қарызыңнан құтыласың. Ал құтылу еркіндік. Ертеңгі еркіндігің үшін өзіңді қазір шектей тұру да еркіндік емес пе? Одан кейінгі қаржылық мақсатың 6 айлық қауіпсіздік қорын жинау. Айлық шығыныңды есептеп, соны 6-ға көбейтесің. Бұл жұмыссыз қалсаң, сені 6 ай асырайтын ақша. Қорды жинағанша да кейбір қалауларыңа жоқ дей тұрасың. Қорды жинап, өзіңді еркін сезіне бастайсың. Бірақ үнемдеу әдетін тастамайсың. Қашанға дейін үнемдеу керек? Ақша саған жұмыс істейтін, ал сен жұмыс істемейтін деңгейге жеткенше үнемдеуден ләззат алып өмір сүр. Зейнетке 30-35 жасыңда шыққың келмей ме? Өзің инвестор сезінесің. Сезінсең, үнемдеу болмысыңа айналып кетеді. Үнемдеу жақсы ғой, бірақ үнемдеуді ұран ететін адамдардың бір проблемасы табысын арттыруды ойламайды. Ал табысты арттыру идеясын алға тартатындардың проблемасы үнемдеуді ұнатпайды. Ыдыстың түбі тесік болса, қанша толтырсаң да суы ағып кете береді. Үнемдеу сол тесіктерді бітеу, тапқаныңды ұстап қалу. Байығың келсе, табысыңды арттыруың керек. Онсыз болмайды. Бірақ сол байлықты сақтап көбейту үшін үнемдеуің керек. Онсыз болмайды. Үнемдеу ақылды адамның ісі. Ақылды адам бір күндік өмірін емес, ертеңін, алдағы 20 жылын, 50 жылын ойлайды. Үнемдемесең де, ертең сол ақшаны тауып алам дейтін өзіне сенімді адамдарға бір мысал келтіргім келеді. Екі жігіт жолға шықты. Жаяу. Күн ыстық. Шамамен 20 шақырым жердегі елді мекенге жетуі керек. Екеуіне 2 литр судан берілді. Жолда ішесіңдер деп.
Бірінші жігіт суын аз-аздан қажет деңгейде ғана ішіп отырды. Екіншісі шашып төгіп қатты шөлдемесе де іше берді. Жолда бір жерден су тауып құйып алам ғой деп ойлады. Көп ұзамай суы да бітті, бірақ дегені болмады. Ішерге су таппады. Құдықтар құрғап қалған. Ол 2 литр суын соқыр тәуекелге салып тауысып қойды. Негізі Алла оған ризығын жеткілікті мөлшерде берген, өлтірмейтін мөлшерде. Соны дұрыс қолданбаған өзі кінәлі. Ал бірінші жігіт 2 литр суын аз-аздан қажетіне ғана қолданып, діттеген жеріне жетті. Тіпті аузы құрғап өлуге шақ қалған әлгі серігіне бір жұтым су үшін 1 миллион теңге бер десе де, анау келсейін деп тұр. Үнемдегенінен түбі кім ұтады? Ойланып көрші. Мақсат болмаса үнемдеуде мән жоқ дедік. Түркияда жегендей болдым деген мешіт бар. Оны салдырған адам орта табысты кісі болған. Хикаясы қызық. Нәпсісі артық не әдеттен тыс бір тамақты қалағанда ол оны тиіп, жегендей болдым деп ақшасын шетке жинай берген. Сөйтіп 20 жылдан кейін кішігірім мешіт салуға жететін ақшаны жинаған екен. Сен де қаржылық мақсаттарыңа осындай жегендей болдымдар арқылы тез жете аласың ғой.